Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Бауырсақ ТВ. Бүгін біз тек қана қызанақтан жасалатын кобра әзірлейтін боламыз. Кей өңірде чертополох, огонек деп те жатады, аджика дейді. Тамаққа қоспа ретінде қолдансаңыз да, нанға жағып жесеңіз де өте дәмді. Ең бастысы қайнатпай тек қана араластыра салатын боласыз. Тәтті бұрыш қосып жасалған рецептісінде арнамызға салып қойдым. Ең алдымен бізге қызанақ қажет болады. Қызанағыңызды жуып, тазалап, қажет емес жерлерін алып тастайсыз. Және де ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап аламыз. Қызанақты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қызанақтан басқа дәмдеуіш ретінде сарымсақ, тұз, қант және аспирин қажет болады. Барлық қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалтырамын. Кобрамыздың қышқылы шығу үшін мен бір бас сарымсақты тазалап алып, оны да ет тартқыштан өткізетін боламын. Сарымсақты осылай суға салып қойсаңыз, оңай аршылатын болады. Егер сіз қатты ащыны ұнататын болсаңыз, ащы бұрышты да қосуыңызға болады. Сондай-ақ аскөк, ақжелкен өз қалауыңыз бойынша қосуыңызға болады. Тартылған қызанағымыз бен сарымсағымызды үлкенірек кастрюльге салып аламыз. Егер сізде эмаль кастрюль болатын болса, тіптен жақсы. Енді ең бастысы кобрамызды біз қайнатпай жасайтын болғандықтан атылып кетпес үшін 1 литрға 1 таблетка аспирин қосатын боламыз. Мен алдығашан осылай оқтаумен үгітіп салдым. Егер кесектей салсаңыз, езілмей қалуы мүмкін. Енді дәміне қарай тұзы мен қантын салып аламыз. Алдымен азырақ салып, араластырып дәмін көріңіз, артынша ұнатқаныңыз бойынша дәміне қарай еселеп салатын боласыз. Барлығын дұрыстап араластырып, бетін жауып, бір түнге қараңғыға қойып қоямыз. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Арасында араластырып тұруды ұмытпаңыз. Менде бір түн уақыт өтті. Байқағандарыңыздай, жоғары көтеріліп, қайтадан түсетін болады. Араластырып дәмін көріп, және үстінен кішкене тағы да тұз қостым. Енді дайын болған кобрамызды құрғақ баклажка бөтелкелерге құйып алатын боламыз. Баклажкада сақталған кобрамыз атылмайтын болады. Салқын жерге, қараңғыға немесе тоңазытқышқа сақтасаңыз болады. Қыста атылып кетпес үшін қызанақтың бүтін, бұзылмаған, соғылмаған, көгермеген түрлерінен алғаныңыз дұрыс. Және де шиша бөтелке болса тіптен жақсы. Ұзағырақ сақтайтын болсаңыз, эмаль ыдыста 2-3 күн бойы бөлме температурасында қойып, араластырып тұрып, 3 күннен соң бөтелкелеріңізге құйып алсаңыз болады. Бөтелкелеріңіз таза, жуылған, құрғақ болғаны абзал. Бұл көлемнен менде 2 литр дайын кобра шықты, өте дәмді болды. Сіздер де әзірлеп көріңіздер, ас болсын.